Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Туған жерге, оның мәдениеті мен салт дәстүріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Нұрсұлтан Назарбаев. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласынан. Gülдерді қара. Ей! Балам, міне ауылға да жетіп қалдық. Мен осы жерде балалық шағымды өткізген. Керемет! Қандай тамаша! Әке, ауылдың ар жағындағы анау қандай тау? Ол Қазығұрт тауы. Біз оны киелі Қазығұрт деп атаймыз. Ол не үшін киелі? Қазақта сондай аңыз бар. Қаласаң айтайын. Әрине, айтыңызшы. Ендеше тыңда. Ерте заманда Нұх деген кісі өмір сүріпті. Ол айналасындағы адамдарға қатты ренжулі екен. Себебі ол кездегі адамдар бір-біріне мейірімсіз болыпты. Тоқта, маған бер. Міне, осылай ату керек. Үйрен балам. Байеке, бір түйір бересіз бе? Өй, қайыршы. Мә? Мә саған? Мынау мас екен. Тез тонап алайық. Өй, бер дейм. Жоқ, мұны мен алам. Әкел дейм. Менікі. Адамдардың қасиеттерінен айырылып, қатыгездікке, надандыққа бет бұрғанын көрген Нұх бір күні елден безіп, алыстағы таудың шыңына шығады. Сол жерде тұрып, Алладан жәрдем сұрайды. Нұхтың шын ықыласпен жалбарынғанын көрген Алла оған бұйрық береді. Онда Нұхқа үлкен кеме тұрғызылды. Сол кемеге барлық жан-жануарлардың сыңарын алуды тапсырады. Ал қалған тіршілік иелерін топан суға ағызып жоятынын ескертеді. Өйткені Алла адамдардың мұндай қылықтарына ашулы еді. Біз қалайда алып кеме тұрғызуымыз керек. Соның арқасында аман қаламыз. Әке, ондай алып кемені қалай жасаймыз? Балаларым, бізге ұлы құдіретті Алла көмектеседі. Енді тездетіп іске кірісейік. Содан Нұх пен оның балалары алып кемені тұрғызуға кірісіп кетеді. Тынбай жұмыс жасайды. Әрине, кеме тұрғызу оңай емес. Бірақ бірнеше айдан соң олар ойлаған кемесін жасап шығарды. Кеме өте үлкен болған екен. Енді жер бетіндегі жан-жануарлардың сыңарын кемеге жинаймыз. Сенбегендер осында қалады. Алла,
Өзің қолдай көр. Көп ұзамай аспанды бұлт жауып, жауын шашын бастаған. Жауын шелектеп бірнеше ай жауғанда, айналаның бәрі топан суға толып, жолындағының бәрін ағыза бастайды. Тек Нұхтың кемесі ғана су бетінде қалқып, аман қалады. Күншығысты бетке алып жүзе берейік. Бір жерге кезігеріміз анық. Ал сен жануарларды қадағала. Аң патшасы арыстан жануарларды әділ басқарсын. Қарға, сенің қанатың бар ғой. Алдымыздан жер көрсең хабар жеткіз. Қарға алысқа бармады. Ол жануарлары қырылып қалған аралға келіп, сол жерде қалып қояды. Содан бері қарға өлексе жеп күн көреді екен. Сенім артқан қарғадан хабар келмеді. Қарлығаш, енді үміт сенде. Жер көрсең айтарсың. Біз осы қайда барамыз? Мына мұхит таусылама өзі. Жүзіп келе жатқанымызға бір айдың жүзі болды. Ендігі күніміз не болар екен? Ей, қошқар, біздің жұлдызды сәтіміз туды. Ханымдар мен мырзалар, кәне сабыр сақтайық. Бұл біз үшін сынақ. Ертебе кешпе біз жаңа жер табамыз. Сосын жаңа өмірді қайта бастаймыз. Нұқ атамыздың бізді алып шығарына толық сенемін. Ал сенбегендер не болды? Анда су астында қалды. Тағы бір мәселе. Жыртқыштар, біздерге көз сала беруді тоқтатыңыздар. Кемедегінің жаны бір деген. Ертең жаңа өмірді бастау үшін бәріміз аман болуымыз керек. Сондықтан тәртіпке берік болайық. Жақсы айттың, Теке. Жақсы айттың, Теке. Бұл ақыр заманның белгісі. Ешкі қасқырға әңгіме айтып тұр. Мына мейіз басқынап тұрған жоқ. Жарайды, жерге барайық. Сосын онымен сөйлесеміз. Кетті. Қошқар, қалай? Өлтіріп сөйледің бе? Білмеймін, Теке. Бәрі сөздеріме сынды ғой. Ертең жерге барсақ, жануарлар парламентін құруды ұсынам. Төрағасы өзім болам. Қалай? Күшті таптың ба, Қошқар? Білмеймін, Теке. Ең бастысы, Арекеңнің көңілін табу керек. Ареке деген кім? Ей, Маубас, арыстанды айтам. Жүр кеттік. Теке, сен керемет сөйледің. Замыз саған, Теке. Сәлем, ұрғашылар. Бұл жай бер жағы ғой. Керемет сөйледі. Жарайсың, Теке. Өзің шешен екенсің ғой. Рахмет. Қолтаңбаны ертең берем. Олгым. Я. Ассалаумағалейкум, Ареке. Рұқсат берген, мен тұяқтылар мен мүйізділердің азаматтық құқын қорғап келдім. Жыртқыштар біздерге көздерін алартып жүр. Сондықтан тұяқтылардың сұранысы бойынша жыртқыштарды бөлек жатқызу керек болып тұр. Мәртебелім.
Жарайт. Көпшілік сұраса қарсы емеспін. Рахмет, Ареке. Мұнда қол қойып жіберсеңіз. Әкел. Ей, тағы да рахмет, Ареке. Сау боп тұрыңыз. Аха, бәрекелді. Бәрі ойдағыдай. Қошқар, бояуды әкел. Oyun oynaymış. Sen buyurmaksın. Ей досым, жайшылық па? Әлде ащы шөп жеп қойдың ба? Жігіттер, бәрі келісім бойынша. Енді сіздерге мына сызықтан өтуге болмайды. Ей, мейізбас, сен не деп тұрсың? Мынау не дейді? Теріңді тірідей сыпырайын ба? Жігіттер, мүмкін ұрыспай шешерміз. Ал сен кімсің? Итпін ғой, жұмысым солай, атым бөрі басар. Бауырым, сен бөрі басар деген атыңа жауап бересің бе? Менің адамдарға берген уәдем бар. Ей, сен бізге қарсы шықпақсың ба? Бір айналып келем. Міне, мырзалар, сабыр сақтаңыздар. Міне, Арекеңнің өзі рұқсат берді. Қағазға қол қойды. Мына Орекең қолы ғой. Жарайт, бір жолға көрерміз. Кеттік. Біз әлі кездесеміз. Ұтылдық бе. Қасқырды қалай орнына қойды ма? Жасасын демократия. Демократия? Ол не? Қысқасы, ол әлсіздер әңгіме айтылады деген сөз. Дұрыс па, Қошқар? Білмеймін, Теке. Әй. Бауырлар, не істейміз? Мұна тұяқтылардан қалдық қой. Қарнымыз ашты. Олар қой шөп жейді, ал біз ше. Мұна дәмі жоқ, жемістен шаршадым. O zaman da bu zaman жыртқыштарды тұяқтылар басыныпты деген. Не масқара? Ертең ұрпақтарының бетіне қалай қарайсыңдар? Бұл сүйектеріне түскен таңба. Болды, бұдан артық шыдай алмаймын. Кім менімен бірге? Мен. Біз бәріміз. Алға, азулылар. Қошқар, маған тағы ой келді. Жерге жеткен соң жануарлар аруы деген жарыс өткіземіз. Ең әдемі аңды менің хатшым етіп сайлаймыз. Идея шынды ма? Білмеймін, Теке. Қошқар досым, мынау қабылдауыма жазылған беді? Білмеймін, Теке. Қағазыңа қарасайшы. Бүгін елік, тайынша және марал кіреді. Ал бұл жоқ. Інішек, тышқа, күзен. Саршынақ не еді? Қысқасы менің бүгін уақытым жоқ. Келесі аптаға жазылып қабылдаймын. Мынау не деп жатыр? Не, бізді өлтірмекші ме? Кімдер? Жыртқыштар ма? Немене? Ойбай, тез дабыл қағыңдар, тез! Тез! Мүйізілер алғы шепке тұрсын. Көрпілер, жолды бөгендер!
Міне, біз жаңа жер тапқанша Нұхқа берген уәдемізде тұруымыз керек. Оған көндігендер жазаланады. Ареке, жай айтсай деп келдім. Айтыс болса көрейік. Кіші ортаға мықты болсаң өнерімді көрейік. Қане қимылдап, биге көңіл бөлейік. Қорқпа тимеймін, одан да бір билейік. Қасқырмын деп мақтанба, жыртқышпын деп шаттанба. Бізде осал емес пе, түсіп қалма қапанға. Қанекі мол тындырам, кез келгеніңді сындырам. Қане шық, мүйізімді қайратам, мен бұқам бәріңді жайратам. Абайла балапан бүріп сұлатам, мен міндеген мақтыңды еңіретіп жылатам. Сарт сұрт сөзің жарқ жұрқ бірден бұлатам. Қысқасы кім болсаң да қиратам. Кеме тесілді, анда су атқылап жатыр. Тездетіңдер. Жарайсың жылан, бізді құтқардың. Үлкен рахмет. Рахмет саған. Жылан, рахмет саған. Жеке жарадың. Рахметті жей алмайсың. Маған басқа нәрсе бер. О, не нәрсе? Маған осы кемедегі қаны ең тәтті жанды тауып бересіңдер. Жерге жеткен соң сонымен қоректенесің. Жарайды, Жаке, бәрімізді аман алып қалғаның үшін өтінішіңді орындаймыз. Ол мәселені меніңше мазаға тапсырамыз. Әй, Маса, құра бұлай. Не, менен басқа таппай қалдың ба? Ертең басшыларынан айырсаңдар, күндерің не болады? Дұрыс па, Қошқар? Білмеймін, Теке. Сен демократия деп едің ғой. Әй, сен де ақылды болып қаласың осындайда. Жарайды, мен кеттім. Қазір қанаттылар партиясының жиналысында сөз сөйлеймін. Кеше тоқылдақтың үстінен арыз түсті. Түнімен тоқылдақтың ұйқы бермейді екен. Оған бару керек. Ал сен, Қошқар, шөптің қанша қоры барын анықта. Жарайды, Теке. Иә, жігіттер, сәлем. Жалпы өмір қалай дегендей? Өмір емес, көмір бол. Ей, мейізбас, сенің әңгімең мына жерде тұр. Енді мен көпшілікті... Құтарыңдар! Сен бала көп секіріп кеттің. Иә, жігіттер, жайма. Біз әлі сөйлесеміз. Қарлығаш, келдің бе? Мынау жапырақ қой. Демек, жер жақын деген сөз. Жарайсың, Қарлығаш. Жарайсың, Қарлығаш. Осылай Қарлығаш адамдарды аман алып қалыпты. Міне, содан бері жыландар бақалармен қоректенеді екен. Жер көрінді, жер! Міне, біз жерге де жеттік. Тәңіріміз бізге жаңа өмір бастауға мүмкіндік берді. Енді бәріміз таза жолмен жүріп, адал өмір сүруіміз қажет. Қараңды, жер! Жер деп жатыр. Не дейсің? Жер? Рас па? Дәл өзі. Жер! Келдік! Жарайсың, Қарлығаш!
саған сияқты жазам. Қоштар, біз енді жануарлар әлеміне жаңа қоғам орнатамыз. Жер! Алақай! Міне, Нұх пайғамбардың кемесі осы Қазығұрт тауына келіп тоқтаған. Осы жерден бүкіл тіршілік өмірін қайта бастаған екен. Өте қызық оқиға екен. Демек, әке, біз расында киелі жерде тұрады екенбіз ғой. Әрине балам.